Бәріңе сәлем. Бүгін мен сендерге телефоннан қалай монтаж жасауға болатынын көрсетемін. Бұған себеп сендер алдыңғы видеода көп сұрапсыңдар, телефоннан қалай монтаж жасауға болатынын көрсетші деп. Сол себепті бізге ең біріншіден KineMaster приложениесі керек. Менің ойымша телефоннан монтаж жасауға ең ыңғайлы, ең күшті приложение осы KineMaster. Бірақ та бұны егер Play Market'тен немесе Play Store'дан жазып алатын болсаңдар, Apple Store'дан жазып алатын болсаңдар, видеоға монтаж істеп біткен соң видеоның шетінде KineMaster деген жазылу тұратын болады. Ондай болмас үшін Google'дан өздеріңіз деп тауып алып, Pro версиясын немесе Mod, Full версия дейтіндерін жазып алу керексіңдер. Сол кезде KineMaster деген жазу болмайды. Ал ендеше бастаймыз. Бірақ та мен сендерге мынандай функция бар деп көрсетпеймін, себебі олай айтатын болса видео тым ұзақ болып кетеді. Оның бәрін өздерің үйреніп аласыңдар, тіпті кейбіреулерін білетін де боларсыңдар. Сол себепті бүгінгі видеода мен жай ғана өзімнің қазақ комикс арнасындағы комикстерімді қалай түсіретінімді көрсетемін. Ол үшін плюс басамыз, YouTube'тың форматын таңдаймыз. Енді сендер үшін арнайы Рик и Мортидің, өздерің білетін шығарсыңдар, Рик и Морти деген мультфильм бар. Соның комиксінің бір бетін алдым. Міне бір бет осылай, бірақ мен оның бұлай қолданбаймын. Әрбір суреттерін жеке-жеке қиып алдым. Ендеше соларды ретімен қоя бастаймыз. Ең бірінші мына фото, кейіннен былай. Міне, бірінші фотолар дайын. Енді мен сендерге осылардан қалай видео жасау керектігін көрсетемін. Алдымен біз бұларға былай істеуіміз керек. Үш нүктені басамыз, кейін екіншісін басамыз. Осы кезде екі фото пайда болады. Артындағысын өздерің қарап отырыңдар, мен бәрін айта бермеймін. Осыны басып арқылы тең, кейіннен үлкейтеміз артындағысын. Бәрін істеген жоқпын, тек 2-3 фотоға істедім осылай, ал қалғандарында жай анимация қойдым. Анимацияны міне былай қояды, жаңағыдай. Біріншінде тұрған фото, ол сенің видеоң басталған кезде осылай тұрады да, кейіннен соңы осылай аяқталады. Мысалға міне. Осы ақырындап жылжиды. Көпсіңдер ғой. Ендеше келесі фаза, ол біз артындағы фотоны бұлдыратуымыз керек. Осындан басамыз және эффект дегенді басамыз. Эффект дегенді басу арқылы осы жерден эффект таңдаймыз. KineMaster'дің өзінде осында екі эффект бар. Get more деп тұр ғой, сол жерден басқа да эффекттер жазып алсаңдар болады. Мен бұлдырайтын эффект таңдаймын. Және оны соза салайын бүкіл фотоға. Бұлдырайтын эффект аламыз, бүкіл экранға тартамыз. Кейіннен бетіне қойылған фотолардың артына қоямыз. Ой, мына мен қояды. Міне арты бұлдырап тұр, ал беті анық көрініп тұр. Тағы да кішкене бұлдыратып жіберейік. Осылай, міне болды. Осылайынан кетіп бара жатыр. Арты қозғалады, беті қозғалмайды. Артының қозғалу анимациясын бағанағыдай көрсеттім. Ал енді бетіндегі фотоның қозғалуын былай істейміз. Басамыз, шетте кілттің белгішесін басамыз. Кейіннен біраз жылжытамыз да, сол жерге мысалы фотоны былай кішірейтеміз. Кейін жылжытып, мына жерге келгенде кішкене қисайтамыз. Ары қарай мына жерде тағы да қисайтамыз. Үлкейтеміз міне. Енді видеоны қараңдар. Алыстайды, қисаяды. Міне осылай өзгертесің, бетіндегі анимация қоюға болады, артындағысын жаңа көрсеткендей. Енді мыналар ары қарай жай кете береді. Бұларға ешқандай бұлдыраған эффект қоймадым. Бұлар жай кетеді осылай. Енді видео жүріп атқан кезде кейбір видеоларда анимация шығады ғой, подписаться деген сияқты, оны тағы да осын басамыз және медианы басамыз. Медиаға кірген кезде сенің телефонында қандай нәрселер бар, соларды көресің. Донордқа кіремін. Бұл емес, мен экспортқа кіремін. Міне. Осыны аламыз. Бұл жасыл фонда. Жасыл фон Chroma Key деп аталады. Осы жасылды басқан соң Chroma Key таңдаймыз жаңағыдай. Қосамыз, бітті. Видео жүріп атқан кезде экраннан осылай шығады.
бұны былай шетке қойып қойсаң болады, үлкейтсең болады, кішірейтсең болады. Қиып тастасаң да болады мынау арқылы. Бізге бұлардың ешқайсысы қажет емес пока. Кішкене дыбысын азайтамыз. 55 бола берсін. Және де тағы бір зат, осыны тағы да қолданамыз, бірақ бұл жолы басқа эффект. Бұл оттардың шоғының эффекті. Мен кейбір видеоларымда қолданамын. Тағы да осыны қосамыз, бітті. Көрсін артта шоқ тұр. Бұны бүкіл экранға тартамыз, бүкіл экранға. Әр видеода әртүрлі эффекттер қолдануға болады, ол эффекттерді интернетте тауып аласың. Шоқтар шығып атады, анимацияда тұр. Бітті, осылай қолданамыз. Енді әрі қарай. Мен жерге анимация қоймаппын ғой. Бұған мен мынандай анимация қояйын. Үлкейтін анимация. Бітті. Қалай болды? Бітті. Енді не қалды? Енді музыка және дыбыстау. Музыка, аудионы басамыз, осы жерде өзің телефондағы кез келген музыканы тыңдайсың. Музыкада және экрандағы видеоларда авторлық құқық болмау керек. Егер авторлық құқығы бар болса, сен оны YouTube'қа салған кезде видеоңды жауып тастайды, немесе кейін монетизация қосуға рұқсат бермейді. Енді дыбысты өңдеуді көрсетемін. Druking дегенді қоссаң, егер сен озвучка істеген кезде осы қосылып тұратын болса, сенің озвучкаң бар кезде дыбыс ақырынырақ шығады да, ал озвучка жасалмаған жерде кішкене қатаяды дыбысы. Өзің дыбысыңнан музыканың дыбысы қаттырақ болмас үшін азайтып тастаймыз, 1-20% жетеді. Ал келесі, бұның не екенін білмеймін, бірақ та осыны қосқан кезде астындағы зат қосылуға болады. Астындағы затты қосу арқылы сенің музыкаң видеоның соңына дейін өзі автоматически созыла береді. Мына эффект арқылы сен дыбысыңды өзгертесің, әртүрлі роботтың дыбысы мынау. Мына эффект арқылы сен дыбысыңның бөлмесін өзгертесің. Қайсы болады? Мысалы, ваннада тұрған сияқты дыбыс қоюға болады. Арғы бөлмеде тұрған сияқты дыбыс қоюға болады. Мына эффект арқылы сен тоже дыбысты өзгертесің. Музыкалық дыбыс, радиодағы дыбыс сияқты әртүрлі дыбыс қоюға болады. Бұлардың ешқайсысы қажет емес. Бізге мынаны көрсетейін. Бұл музыканы басқарасың. Мысалға, бір жерде сенің музыкаңның дыбысын азайту керек. Ол үшін плюсті басамыз, тағы шетінен плюсті басамыз. Енді ортасынан плюсті басып, егер осы жерде азайтып тастасақ, осы жерге келгенде музыканың дыбысы шықпай қалады. Керісінше көбейтіп тастасақ, осы жерге келген кезде музыка қатайып кетеді екен. Менде дыбыстауға болмайды екен қазір. Себебі экранның записін жасап жатырмын. Жарайды, дыбыстамай қоямын, бірақ дыбыстаған кезде де осы музыка сияқты жөндеуге болады дыбысыңды. Ал енді мысалға видеоны бітірдік дейік, одан кейін біз мына жердегі үш дөмелек бір бәлені басамыз. Неше экспортты басамыз, кейін ол телефонға жүктеледі. Монтажы негізі әр адам әртүрлі жасайды, әр адамның өзінің стилі болады. Мен міне осылай жасаймын, осыған қарап сендер өздеріңнің стилдеріңді тапсаңдар болады. Ендеше лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпа, Trend Times пен трендте бол.